Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен шайға өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын сүзбе қосылған шоколадты пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Пирогты дайындау үшін бізге бөлме температурасындағы жұмыртқа, 82%-дан жоғарғы жұмсақ сары май, қант, ұн мен какаоны міндетті түрде електен өткізіп қоямыз және қамыр қопсытқыш қажет болады. Таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қантты салып, масса 3-4 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Қант пен жұмыртқа жақсы араласқаннан кейін миксердің жылдамдығын ең жоғарғы жылдамдыққа қойып араластыратын боламыз. Дайын болған массамыздың үстіне жұмсақ сары майды салып, жай жылдамдықта араластырып алатын боламыз. Осы массамызға ұнымыздың барлығын саламыз, оның үстіне какао саламыз, қамыр қопсытқышты салып, барлығын миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырамыз. Масса біркелкі болған соң жылдамдықты көбейтеміз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Массаны өте көп араластырудың қажеті жоқ. Мен 3 минут шамасында араластырып алдым. Осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын. Қоймалжың, хош иісті болып шығады. Ыдыстың шетіндегі массамызды силиконды лопаткамен жинаймыз. Алдын ала дайындап қойған 4 бұрышты формамызға құятын боламыз. 4 бұрышты форманың астына фольга төсеймін, және 4 бұрышты болу міндетті емес. Қандай ыңғайлы формаңыз бар, соны пайдалансаңыз болады. Формаға құйылған массамызды лопатканың көмегімен тегістеп, бір шетке қоя тұрамыз. Пирогтың салмасын дайындаймыз. Блендердің ыдысына сүзбе, қаймақ, қант және бір жұмыртқаны саламыз. Температурасы мен пайыздылығы маңызды емес. Пирогқа қажетті ингредиенттердің барлығын описаниеде жазып қалдырамын. Массамыз дәл осылай бір-бірімен жақсы араласқанға дейін блендермен езіп алатын боламыз. Енді кондитерлік қалташаға осы езіп алған начинкамызды барлығын салып аламыз. Осы кезде духовкамызды 180 градусқа верх-низ режиміне қыздырып қосып қоятын боламыз. Жаңағы шоколадты массамызға осы сүзбелі салмамызды осылай видеода көрсетілгендей жолақтар сызып шығатын боламыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын, пісіп шықты. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алатын боламыз. Пирогты ыстықтай немесе суытып барып ұсынсаңыз да болады. Мен ыстықтай кесіп жатырмын. Формадан босату үшін пышақпен осылай жан-жағынан кесіп шығатын боламын. Суыған кезде бұл формадан оңай алынады. Мен ыстықтай кесетін болғандықтан пышақпен кесіп шықтым. Өте жұмсақ, сүзбелі салмасымен дәмі ерекше болып шығатын бұл пирогты балаларым қатты жақсы көреді. Сізге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің каналымнан алыстамаңыз. Тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецепте кездескенше аман болайық.